Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Серік бол. Осы садақ ату саласында 2017 жылдан бері бапкерлік қызмет атқарып келе жатырмыз. Садақ ату сабағын біз не үшін қолға алдық? Өйткені бұл әуелі балаға ойын жинақта, кейбір балаларға сұрақ қойсақ, сұраққа жауап бере алмайды, не сұрақ қоя алмайды. Бұны ойды жинақтауға және нысананы дәлдеген кезде ой жинақтап, оны атқан кезде, жебе тиген кезде ойды айта алатын сондай бір өзін үйрететін бір қасиеті бар. Одан кейін созылмалы аурулардың алдын алады. Яғни садақ атқан адам депрессия болмайды. Садақ ату ержүректікке баулайды. Одан кейін сабырлыққа, өмірде неше түрлі жағдай болады. Сол кезде бірден ашуға беріліп кетпей, сол сұрақтың жауабына жетеді. Кәдімгідей бір сабырлықпен, ізгілікпен жетуге машықтайды. Өйткені біз көріп жүрміз. Садақ атқанға дейінгі балалардың психологиясы мен садақ атқаннан кейінгі ойлау жүйесі әртүрлі болады.